Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін алдыңғы апта косметологқа барғанмын, сол жайлы айтатын боламын. Косметологқа барып, бетіме чистка жасаттым, яғни чистка лица жасаттым. Чистка жасағанда ол бүкіл сіздің қара нүктелеріңізді және мынау бүкіл угры дейді ғой, безеулеріңіздің бәрін тазалап береді. Ол ешқандай қауіпті емес. Чистканы әр беттің түріне қарай, менде мысалы үшін қатты құрғақ бет екен, әр беттің түріне қарай жылына 1 рет немесе 2 рет жасалады. Және маған күнделікті уходқа косметолог осындай косметикаларын жазып берді. Оның барлығын мен аптекадан алдым. Қазір қандай мыналардың барлығы мысалы үшін Францияда жасалынған, қатты қымбат емес, барлық менің косметикаларым 20 мыңға шықты. Және онымен қалай уход жасайды, және сіздерге барлығын көрсететін боламын. Олай болса кет. Ең алдымен бетімізді сулап, осындай SVR деген гелмен. Бірінші гелді кішкене қолымызға аламыз да, жақсылап көпіртіп аламыз. Сосын бетімізге массаждап, жағып бетімізді жуамыз. Бұның құрамында сабын жоқ, сондықтан да бетімізді құрғатпайды. Біріншіден және жақсы қорғайтын болады, жақсы тазалайды. Міне осылай жақсылап асықпай 1 минуттай жуып тазалап аламыз. Сосын оны жуып біткеннен соң тонермен бетімізді сүртеміз. Бұны шайқау керек міндетті түрде. Менікі барлығы құрғақ бетке арналған косметикалар жазып берді маған косметолог. Сосын мен бұлардың барлығының несіне жасалынған жеріне қарадым. Біреу Париж, біреу Франция деп жазылып тұр. Барлығын маған аптекадан алуды совет берді. Осы Алматы аптека плюс деген бар, сол жерден алдым. Барлығының аттарын мен сіздерге астына комментарийға жазып кететін боламын. Одан соң осындай ашып көрсетейін. Бұл бізде көріп тұрғандарыңыздай құрамында АЕБ5 пентанол бар. Сыворотка деп аталады. Осыны кішкене қолыңызға аласыз, май сияқты болады, бетімізге жағып шығамыз. Бұл менде таңертең және кешкі уход. Осындай 10 штук болады екен ішінде. Қалсаңыздар, мен бағасымен барлығын жазып кететін боламын. Осылай бетімізге жақсылап жағып шығамыз. Бұны креммен араластырып жағуға да болады екен. Ішінде жаңа айтқанымдай тек қана витаминдер бар. Міне осылай жағып болғаннан соң, енді ең соңғысы ол крем. Кремді жағамыз. Сухой кожаға арналған және таңертең және кешке жағуға арналған крем. Қазір таңертең болғандықтан мен көзім айналасына ешнәрсе жақпадым. Негізі көзім айналасына жатар уақытта әжімге қарсы крем жағып жатамын. Егер сіздерге пайдалы болса, каналыма жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар.